саламатсыздар ма? Негізі сіздерде коробка бар болса, коробкамен істеп, сосын мына тесікпен айналасын скотчпен жасауға болады. Ал тобылға болатын болса, тобылғаны осылай кесіп алуға болады. Біз тобылғаны кесіп тастадық. Бізде табличка тұр. Мынау шо тұр. Енді осыған мынаның сантиметр 20 сантиметр қалдық біз дөңгелекте. Өзіңіздің неңізге байланысты. Сосын байлағанда қатты алыс қылмаймыз, кішкене жақындатамыз. Алдында біз айттық қой, қатты бос қыламыз, мойын жағына байлаймыз деп. Мынада орта жағына байлаймыз. Жаңағы ішіне трубка салмай жасауға болатын несін түрін көрсетейін деп тұрмын сіздерге. Ішіне трубка салмаса негізі бос болып қалады, бірақ сол бос болмау үшін, қатты ұстап тұру үшін осымен размерін келтіріп жатырмыз. 20 сантиметр болғанда шар прям дөп-дөңгелек болып қалады екен бізде. Мына біз мына жерде шарларды үріп алдық. Екі түсті осындай бірдей қылып, екі түсті осындай бірдей қылып көресіздер. Барлығы бірдей размерде тұр. Енді қазір байлап құрастыратын боламыз. Ол үшін бізге қараңыздар, осындай дөп-дөңгелек барлығы бірдей болып шықты. Осындай немен есептедік. Мына достар, біз мына жерде қазір шарға су құйып алдық. Осындай кішкене үлкен қылып. Содан кейін мынау бізде ұзын шарлардың өзінің несін қайда көрсетейінші. Міне осындай ұзын шарлар. Сонымен міне басын байлап алдық. Енді мыналарды құрастырамыз. Сіздерде шар болса, мынандай ұзын шар болса, ұзын шармен, ұзын шар болмаса, жіппен, қатты жіппен или лентамен байлай беруіңізге болады. Міне біз бір жасылды, екі жасыл, екі ақты алдық. Бұл ең астына кетеді. Және осы жерге шарды саламыз. Бұл шар не үшін? Себебі көп жағдайда бос болып қалады жасаған кезде. Сол үшін осы шарды қоямыз. Бұл деген босатпай барлығын ұстап тұру үшін. Енді үстіне тағы да осылай. Және мынаны келтіреміз. Мынаны қазір көрсеңіздер, екі жасыл екі жағына кетіп тұр, екі ақ екі жағына кетіп тұр. Осы мына шарға қойған кезде де бұлай қарай жасыл кетіп тұр. Осыны астыңғы шарға орап, үстіңгі шарға орап солай жасаймыз. Енді үстіне тағы да осылай. Мынау астында су тұрғандықтан прям қатты ұстап тұрады, андай шары құлауы вообще мүмкін емес сияқты болып тұрады. Даже мен өзім көтере алмай тұрмын оны. Мына жерде жолда бірден осылай төртке өткізіп, осылай дайындап алғандарыңыз дұрыс. Жолдасын дайындап жатыр. Мынаның орнына лентамен байласаңыздар да болады, бірақ мына шар деген сондай тығыз қатты ұстайтын шар болған соң біз осымен істеп жатырмыз. Қолдарыңызда не бар, сонымен істей берсеңіздер болады, бірақ. Мына бізде X болып ұзыннан бұлай шығып жатыр. Жаңағы судың тұрбасы не дегендер сіздерге жұмыс болатын болса, судың тұрбасымен тұрса, негізі вообще жақсы тұрады. Мынауда мына жерде уже бізде шар бітіп жатыр, сосын уже екіншісін байлап жатырмыз. Bizde şarlar.
Екі жасыл өріп жатырмыз. Қазір жасап тұрған. Осылай төртке айналдырып дайындалып аласыз. Осыны қойған кезде орындары ауысады ғой. Жасыл дұрыс тұрмай тұрса, орнын ауыстырып бұзуға болады. Прям астында шар сумен тұрған соң тығыз күшті болып тұрған. Екі жасыл, мына жағында екі ақ, бір-біріне горизонталь төрт жағында орап айналдырып тартып жатыр. Сол кезде вообще қызыл болады шағыламыз. Көтерші, көтерші. Көтерген кезде де прям қызыл болып тұр. Мына жерде біз екі дейтін санды байлайын деп тұрмыз. Мұнда екінің размері 40 сантиметр. Ойбай, размері 40, мына жерде көрініп тұрады, мына птеш көрініп тұр 40 деп. Сосын ең бірінші осыны ашатын кезде өзінің басында мынандай несі болады, трубкасы. Сонымен ашып аламыз. Бірден андай жаңағы үретін нені тықсаңыздар, ол жыртылып кетуі мүмкін. Сол үшін бірінші ашып аламыз. Содан кейін үрген кезде мына жерінде клей болады ғой. Сол клейге ауа толады да, мына жердің басын жарып жібереді. Сол үшін бірінші полностью тесігін бәрін ашып аламыз. Басын полностью ашып алып, енді барып үреміз. Қачаптай үреміз оны. Тығыз болып тұр. Енді мынаның басында өзінің клей болады. Сол клейге бір жабыстыра алсам, негізі скотчпен де мына жеріне жабыстырып жүрген дұрыс. Қазір жабыстырамыз. Мына жерде міне скотчты жабыстырған кезде осылай түп-түзу қылып жабыстырамыз. Мына сіздерге гелийға да керек болады. Егер гелийді да жабыстыратын болсаңыз, дәл осылай түп-түзу қылмай, бір жерінде кішкене қыртыс болып қалса, сол қыртыстан гель шығып кетеді, ауа шығып кетеді. Сол үшін де осындай міне түп-түзу болып барып жабысты. Скотч қалай болса солай жабыстырсаңыздар да уже жиі шығып кетеді. Мына жерде енді біз шар алдық, тағы да шармен бастаған соң. Сіздерде лента болса, лентамен де істеуге болады. Осылай орап аламыз. Сосын байлаймыз. Енді барып осыны үкірек байладық. Және мына жерге қоямыз да. Екі жақтағы шармен айналдырып тастадық мына. Сонда осындай болып шықты бізде. Қазір маған экранға сыймай тұр. Міне бізде осындай болып шықты. Шарларды жаңа мына жерге құрастырдық. Құрастырғаннан кейін басында шар қалып кетті ғой. Соны өз-өзіне байлап тастадық өзінің лентасына. Одан кейін барып үстіне екіні үріп, екіні жаңағы лентамен орап шықтық міне. Неге лентадан көрі шар дұрыс деп айтам? Өйткені мына шар деген бір жерге 2-3 рет орасаңыз солай қатты ұстап қалады, байланып қалады өзі. Сосын байланып қалады және тығыз ұстап қалады. Сол кезде міне осындай болып шарыңыз түп-түзу болып тығыз болып тұрады. Және астына су қоятын болсаңыз, су вообще қатты ұстайды. Осылай цифрды осылай қоямыз үстіне.